блинчиктен, печеньеден, басқадан шаршаған кезде шайға не жасарларыңызды білмесеңіздер, дәл осы сочниктерді жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі өте дәмді болып шығады. Алдымен қанттың үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды салып, 2 ас қасық қаймағымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Өлшеп алған ұнның үстіне қопсытқышымызды салып, араластырып, массамыздың үстіне біртіндеп салып отырып, жұмсақ қамыр болғанша бірінші вилкамен, одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Сіздің қамырымыз қолға жабыспау керек. Егер кішкене қолға жабысып жатса, холодильникке 20 минутқа тындыруға қоямыз. Одан кейін творогтың үстіне жұмыртқамызды, тұзымызды, қантымызды және де қаймағымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде біздің массамыз сұйық болып кетпеу керек. Массаңыз қатты сұйық болып кетсе, қамырдың арасынан жылжып шығып кететін болады. Қамырымызды кесенің көмегімен домалақ формаға келтіріп, осылайынан бір қасықтан салып отырып, бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пешіңізге қарай қадағалап отырыңыз. Кейбіреуінікі кеш, кейбіреуінікі тез пісуі мүмкін. Үстінен сахарный пудра сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.